Ассаляму алейкум, тігінші ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай екі жағымен киілетін, бір ғана тігіспен тігілетін, екі жақты бонаны тігетін боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Осындай бір ғана бөлшек керек болады бізге. Созылмалы трикотаж матасынан тігетін боламыз. Осы созылатын жағын 54 сантиметр қылып, және осы жағын 41 сантиметр қылып алдым. Сіздер 46-47 қылып, үлкен қылып алсаңыздар да болады. Енді осылай екіге бүктейміз, содан кейін тағы да бір бүктейміз. Матамыз біздің осындай 4 қабатынан жатыр. Енді осы жағынан инемен түйрелеп немесе көктеп алсаңыздар болады. Содан кейін мен оверлокпен тігіп шығамын. Егер де сіздің оверлогыңыз болмаса, онда түзеу тігіспен тігіп шықсаңыз болады. Өзіңізге ұнаған матадан, яғни трикотаж маталарынан созылмалы жақсы тігіп алсаңыздар болады. Яғни күн салқын кездерде қалыңдау маталардан тіксеңіздер, ал жаз мезгілінде жұқа трикотаж маталарынан тіксеңіздер де өте әдемі болып шығады. Мінекей мен тігіп алдым, оң бетіне айналдырдым. Сондағы көрінісі осындай, яғни тігістері көрінбейді, екі жағында киюге арналған өте әдемі, баста әдемі ыңғайлы болып тұрады. Осы жерін оверлокпен тігіп алдым. Сонымен біздің бонамыз дайын, өте әдемі. Мінекей қыздар, екі жағымен кисеңіздер де болады, және қалаған маталарыңыздан тігіп алыңыздар. Міндетті түрде тігіп алыңыздар, өте оңай, тігілу жолы бір ғана тігіспен тігіледі. Егер менің видеом ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да басқа қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.